Суткілеп, апталар тоқтамай жұмыс істеймін. Сөйтіп содан енді денсаулығым енді баяғыда туғанда да күтінбегеніміз бар, барлығы бар шығып, осы биыл қатты өзі құладым. Жүрсем басым айналады, теңселіп, анау мен ойлап қоямын, аутизм болып отыр ма деп уайымдап қоямын енді өзімді, бірақ білдірмеймін, бала-шағаны асырау керек қой. Сөйтіп содан ауырмайтын жерім жоқ. Апайдан жасырамын, шақа ауырмаймын. Сөйтіп бір күні УЗИ-ға түсіп случайно бір жерге барған кезде. Сөйтіп матканы миома бар, миоманы маткамен қосып алып тастауымыз деді. Сөйтіп уайым, сөйтіп өзі әкем туысқандардың бәрі врачтар, әкем ағалары, інілері бәрі ой алып таста, ешнәрсе қылмайды деді. Ол миоманы ағалмен ол бір жылдан кейін басқа жерде, келесі жыл басқа жерде жақындайды ғой. Еш жерде емдемейді, тек миома. Сонымен уайымдап, өзі подружкамның қызы оқыған осыда. Оның бір-екі туысқандардың бар, осы жерден емдеп шыққан, естіп жүргем. Инстаграмда андасында қарап қоямын. Сөйтіп сол жерде жәндегі не істейміз, бар үмітім осы кісіде болды. Осы Тұрсынгүл ханым да сөйтіп келдім. Кешке жақын келдім, өзі өңім қашып кеткен, уайым енді. Білем ғой, тек женскийім ғана ауырмайды, ауыратын жерім көп. Өзім білем оны. Қай жеріңіз ауырады? Анықтап айтыңызшы, жасырмай. Бауырым ауырады. Жәндегі ашы, не жесем жүрегім аузыма тығылады. Одан кейін жәндегі өкпем ауырады, жәндегі шаншып арқамнан біліп отырам. Ұйқы без, бүйрек, ол постоянно дәрімен. Сумкамда бір қалта бар, бір қалта толы дәрі-дәрмек. Одан кейін не ішіп жүрем? Постоянно тромбос ішем. Қаным сұйылсын деп. Варикоз деген енді страшно, білектей, мынандай саусақтай варикоздарын. Сөйтіп солардың бәрін ішіп жүрем, басым ауырады ол болса да, кетанап ішем. Сумкам толы дәрі болып жүретін. Сөйтіп осы кісіге келдім, үміттеніп, бір Аллам шипасын берсін деп келдім. Бұл кісі қабылдады, қыздар қабылдамайды ау деп еді, жоқ қабылдады. Содан бері жақсы, қазір бір дәрі қолданбаймын. Қазір ауыратын жерлеріңіз қайтып тұр? Ауыратын жерлерім жақсы. Басым айналу деген ешқандай жоқ, жақсы. Жүре алмайтынмын. Баспалдақтан көтерілу вообще мен үшін қиын еді. Тек лифтімен жүретін. Қазір баспалдақтан 14 этаждан бір рет жоғары түсіп шығамын. Мотивация айтып, жәндегі нелерімді айтып, Аллаға сыйынып, солай жүремін. Жақсы, рахмет, өте керемет. Матка не болып тұр? Маткам жақсы қазір. Ауырмайды? Ауырмайды. Ешқандай ауырмайды. Варикоз не болды? Варикоз мына аяғым кетті, жақсы кетіп жатыр мына аяғым. Мына аяғым әлі бар енді, ол аяқ вообще дәутығым. Енді сандарымда да бар, енді олар жайлап кетіп жатыр. Өзім білем ғой немді. Мамамдар ұрысты. Ол сен-ақ осы емші тәуіптерді қоймайды екенсің, қойсайшы, дәрігер ғой, бәріміз дәрігерден не боламыз деді. Кейін мен айттым, мама дедім, дәрігер бір миоманы ғана алып тастайды, болды, басқа жерімді емдемейді. Мынау мен өзіме көңіліме қонып тұр, бұл бар жерінде емдейді дедім. Енді анау келген кезде 12-сінен бастадым, осы бір 3 күн болды ғой, сәл айқайлауға да басқаным. Оған дейін біздің қыздар айтады, ауырмайтын жер жоқ дейтін аты. Иә. Енді 3-ақ күн болды ма ауырған басылғаны? Иә. Ой, пырым, қанша күнде? 20 күнде ма? Иә. Енді кәдімгідей жылайтын едім ғой. 12-сінен 20, бүгін нешесі? 29 ма? 30, 18 күн. Сонда 15 күн дегенде блоктар ашылған. Енді Енді ем жүреді бұл кісіге. Иә. Ұйқы қалай? Бұрын ұйқы нашар болатын? Нашар, ұйықтай алмайтынмын. Қазір жақсы ұйықтаймын. Ешқандай дәрі ішпейсіз? Ешқандай дәрі ішпеймін. Үлкен дәрі кіші дәрі дұрысталды ма? Бәрі дұрысталды. Осыны жасырғансыз мені. Иә. Қандай болып еді үлкен дәрі кіші дәретіңіз? Енді шығамаймыз ғой, жүреміз ғой. 2-3 күндеп жұмысқа кетіп қаламын өзім. Суткілеп істеймін, ол жұмыстан шығамайсың ғой. Үйдегіде отыра алмайсың. Сөйтіп ол да өте маған қиын болады. Үйге келгенде айтып, қиналып, өйтіп, дәрі ішіп, жәндегі анау свекольный сок ішіп, капуста жеп, сөйтіп шығатынмын. Дәрілер ішіп іс жүргізетін. Ол да жақсарды, тіпай-тіпай, Аллаға мансыз. Бізге келген кезде түріңізді фотоға түсірмеппін, сол өкініп тұр. Менде бар. Жақсы, рахмет сізге. Қалқа пайдалы болсын деп айтып жатырмын ғой. Жақсы, мен мынау бет аузым бәрі іскенден страшно. Ісіп қап-қара болып келген. Иә, мына көздің асты, мына жерге дейін қап-қара, өзім білем ғой өзім түрімді. Бірақтан қазір тіпай-тіпай, үйде күніне 5 рет сұраймын, үйдегі адам бәрінен сұраймын, бетім қандай, өзім түсіп қараймын. Мамамдар және видеомен сөйлесеміз ғой, енді ол кісілер сенген жоқ бірінші кезде. Кейін видеоға қарап, реңі кіре бастапты деп. Өздері де сеніп, енді үзбе деп жатыр. Енді олар сенбейді ғой бірінші кезде, тек дәрігер deyіп жүгіре береді ғой. Сөйтіп сондай шүкір, ешқандай уайымдамаңыздар, жақсы, себеп нүкте деген барлық жерге пайдасы бар екен ғой. Енді өзім көргеннен кейін енді айтарға сөзім жоқ, жақсы, ем жақсы. Мақсат себеп нүктені рекламалау емес,
мына жерде өзінің күтімі өзін өзі емдеп жатыр. Иә. Қыздар жай нүктесін жасап берді. Блокты ашып берді да, ары қарай қуат барып итермелеп адам ағзасын өзін өзі емдейді. Ерте ұйықтау бәрін режимді орындап жүрсіз ба? Иә, бәрін орындап жүрмін. Тек жылыда жатамын. Сол жылы. Жақсы. Жазылып кеткеннен кейін болды уже жылу қажет жоқ. Жақсы. Иә, тағы жолығасыз ба маған? Иә, болды саналамыз. Рахмет, барлықтарыңызға. Тағы бір аптадай алыңыз, иә?